Сәлеметсіз бе? Менің есімім Ердос. Бұл бейнеде мен шағын және орта кеңселерге арналған Экотанк сериясының флагмандары туралы айтып беремін. Осы модельдердің мүмкіндіктері, артықшылықтары мен функционалдығы туралы әңгімелесеміз. Кеңседе басып шығаруға арналған принтерлер бірінші кезекте үйге арналған принтерлерден қалай ерекшеленуі керек? Дұрыс, жоғары жүктемелерге жақсы төзімділік. Дәл осындай міндеттер үшін Epson арнайы кәсіби құрылғылар желісін жасады. A4 форматындағы құрылғылардан бастайық. Оған 3 құрылғы кіреді. L6550 басып шығару жылдамдығы минутына 25 қара ақ бетке дейін және 12 түрлі түсті бет. Және екі жақты режимде 16 бетке дейін. Әрі қарай L6570 және L6580. Олар қара ақ және түрлі түсті режимде 25 бетке дейін басып шығарады. Ал екі жақты режимде бұл көп функциялы құрылғылар минутына 21 бетке дейін басып шығара алады. L6580 сыртқы жағынан түсімен және PCL басып шығару тілінің қолдауымен ерекшеленеді. Мен бұл туралы кейінірек айтамын. A3 форматындағы түрлі түсті құрылғыларға келетін болсақ, мұнда 4 модель ұсынылған. L11160 принтері және 3 көп функциялы құрылғылар L15150, 15160, 15180. L15150 басып шығару жылдамдығы минутына 25 қара ақ бетке дейін және 12 түрлі түсті бет. Және екі жақты режимде 16 бетке дейін басып шығара алады. Басқа модельдерде қара ақ және түсті режимде 25 бетке дейін және екі жақты режимде 21 бетке дейін. L15180 сонымен қатар сыртқы жағынан ерекшеленеді. PCL баспа тілін қолдайды және ашық платформасы бар. Мен оны кейінірек талқылаймын. M15140 және M15180 A3 форматындағы монохромды көп функциялы құрылғыларға көшейік. Олар минутына 25 бетке дейін және екі жақты режимде минутына 16 бетке дейін басып шығарады. M15180 ақ түсте жасалған. PCL басып шығару тілімен ашық платформаны қолдайды. PCL және ашық платформа дегеніміз не? PCL бұл принтерді басқару тілі. Ол құжаттарды жылдам өңдеу үшін қолданылады. Принтердің жылдамдығын арттырады. Мен айтқан тағы бір термин ашық платформа деп аталады. Бұл құрылғы үшінші тарап бағдарламалық жасақтасымен жұмыс істей алатындығын білдіреді. Қарапайым сөзбен айтқанда, құрылғыны ұйымның немесе кеңсенің басып шығару құрылғыларының бұрыннан бар экожүйесіне тез біріктіруге болады. Мысалы, сіз құрылғыдан арнайы картаны қолданғаннан кейін ғана басып шығара аласыз. Басып шығарудың максималды күнделікті мөлшерін реттей аласыз. Кейбір қызметкерлерге түрлі түсті басып шығаруға тыйым сала аласыз. Және тағы да басқа функцияларды орындауға болады. Біздің флагмандарға оралайық. Егер басып шығару жылдамдығы туралы айтатын болсақ, сұрақ туындайды. Неге кейбір құрылғылар екі жақты басып шығару режимде жылдамырақ? Барлығы қарапайым. Минутына 21 бетке дейін жылдамдықпен басып шығара алатын принтерлерде арнайы технология жүзеге асырылған. Оның жұмыс әдісі мынандай. Бірінші басылған парақ екінші жағына аударылғанша, принтер күтуге уақыт жұмсамай, екінші параққа басып шығарады. Содан кейін бірінші аударылған парақты қайтарып және оған басып шығарады. Ал сол уақытта екінші парақты артқы жағына аударады және де қалған парақтарды осындай әдіспен басып шығарады. Сия туралы сөйлесейік. Барлық флагмандық модельдер пигментті сияны пайдаланады. Есіңізде болса, пигментті сия сыртқы әсерлерге төзімді, тіпті су ағып кетсе, немесе маркермен белгіленсе де, олар таралмайды немесе майланбайды. Пигменттік сия мұрағаттық сақтауға арналған құжаттарды жасау үшін өте қолайлы. Белгілі бір шарттарды сақтай отырып, қолайлы қағаз бен түпнұсқа сияның қолданған жағдайда, осындай сиямен басылған құжаттарды 100 жылға дейін сақтауға болады. Бұл сия фотоқағазға басып шығару кезінде кептіру үшін қосымша уақытты қажет ететіні рас. Бірақ олар негізінен кеңсеге басып шығаруға арналғанын ұмытпайық. Барлық модельдердің жеткізілімінде сияның толық жиынтығы бар. Түрлі түсті модельдерге арналған сия жиынтығының ресурсы 7500 қара ақ және 6000 түрлі түсті беттерге дейін басып шығаруға арналған. Монохромды модельдер үшін контейнерлер 7500 қара ақ бетке дейін басып шығаруға арналған. Құрылғыларға сия құю оңай.
Мұнда keylog және inklog жүйесі қолданылады. Бұл сияның төгілуіне жол бермейді және түстерді шатастыру мүмкін емес. Бұл құрылғыларда пайдаланылған сияларға арналған ауыстырылатын сыйымдылық қолданылатыны маңызды. Ол принтер қақпағының астында орналасқан және пайдаланушы қажет болған жағдайда оны оңай ауыстыра алады. Бүкіл модельдер үшін қағаздың максималды тығыздығы 256 грамм құрайды. Монохромды құрылғылар үшін кепілдік бұл қайсысы біріншіне келетініне қарай 3 жыл немесе 350 мың басып шығару. Түсті модельдерге кепілдік бұл қайсысы бірінші келетініне қарай 1 жыл немесе 80 мың басып шығару. Флагмандық барлық құрылғыларда Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Ethernet қосылымы функциялары бар. Барлық модельдер жаңа Epson Smart Panel қосымшасы арқылы жұмыс істеуді қолдайды. Қосымша интуитивті және үйренуге оңай. Негізгі экранда принтер туралы ақпараты және функцияларды жылдам таңдауға арналған қойындылары көрсетіледі. Мысалы, Smart Panelде басып шығарар алдында фотосуретті өңдеуге, көшіруге, сканерлеуге, басып шығару механизм тазалауды бастауға, микробағдарламаны жаңартуға, құрылғыны қосуға немесе өшіруге, шығын материалдары туралы ақпарат алуға, бұлтты серверлерден құжаттарды басып шығаруға болады, және де QR код арқылы ыңғайлы қосылуға болады. Жоғарғы сатындағы модельдерге сәйкес құрылғылар сұйық кристалды дисплеймен жабдықталған. L1160-та дисплей диагоналі 6,1 см, M1540-та сенсорлы экран 6,8 см, қалғандарында 10,9 см сенсорлық экран. Барлық көп функциялы құрылғыларда құрылғының өзінің форматына сәйкес келетін автоматты қағаз бергіші бар. Айтпақшы, басып шығару кезінде қағазды қабылдауға арналған науа автоматты түрде шығады. Ал панельде науаны бастапқы күйіне қайтаруға арналған батырма бар. Қорытындап айтсақ, EcoTank басып шығару құрылғыларының бизнес сериясы бұл шағын және орта кеңселер үшін тамаша шешім. Кең функционалды мүмкіндіктері бар Ambebab модельдер сізге ыңғайлы жұмыс істеуге мүмкіндік береді. Ал шығын материалдарының жоғары ресурсы және басып шығарудың төмен құны принтерлерді ұзақ және үнемді пайдалануға қамтамасыз етеді. Сіздермен болған Ердос, келесі бейнероликтерде кездескенше.